Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көркем өнер қайраткері, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, композитор, дирижер, хормейстер, профессор Құрбанбай Заритдинов 75 жаста. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрында профессионал композитордың 75 жылығы кең түрде белгіленді. Профессионал классик композитор Құрбанбай Заритдинов бүгін 75 жасқа толған болса, дәслепкі минет жолын студент уақытында 1968 жылы қазіргі Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында бастады. Демек, ол Қарақалпақ музыка мәдениетында дерлік 60 жылға шамалас уақыт жемісті минет етті. Өз өмірінің көпшілік бөлігін көркем өнерімізбенен мәдениетімізді рауажландыруға арнады. Сол арқалы бақытқа еріскен лақида талант иесі. Дәслепкі көлемлі минетлері сапланған ғариб ашық, ажалатқа қиянет, яр дидары, едіге, Бердақ музыкалы драмаларын композитор Әлімжан Қалимовпенен бірге дөретсе, онан соң Сақып Қыран, Шарияр драмаларына, Тірсеклер, Лаққылар емлеуханада музыкалы комедияларына, Тумарис, халық үшін опералары, Қырық қыз, Назым Хансұлу балетлерін дөретті. Сонымен бірнеше кинофильмдер һәм балалар спектакльлеріне де музыкалар жазды. Осындай көлемлі минетлер иесінің 75 жылдық юбилейі Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында кең түрде белгіленді. Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Мұрат Атамұратов қатынасып, Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі һәм министрлер кеңесі атынан жоллаған құттықтауды оқып естірді һәм сауғалар тапсырды. Талантлы композитордың Қарақалпақ музыкасына қосқан минет жолына тоқтап өтті. Салтанатты кешеде Өзбекстан Республикасы Мәдениет министрлігінің мәдениет һәм көркем өнер педагогесі көкірек белгісі де юбилярға нәм етілді. Сөзге шыққанлары бұл профессионал композитордың музыка мәдениетін рауажландыруға қосқан минетлеріне жоғары баха беріп мақтаныш етті. Кең көлемдегі дөретушілігі 1981 жылдан симфониялық оркестрдің шөкемлестіруімен басланған болса, сол вақытларда Сапарбай Палуанов бас дирижер, Құрбанбай Заритдинов жәрдемші дирижер сипатында баслаған болса, 1987 жылы Құрбанбай ағаның бас дирижер болуы һәм бүгінгі күнге шейін өз іскерлігін алып келді. Биыл сол симфониялық оркестрге 45 жыл толып атырыпты. Қала берді театрдың биыл 100 жылдығы һәм де құрметті композиторымыздың бүгін 75 жылдық жасқа шығуы менен әһмиетлі болып есептеледі. Міне осы дәуірдің ішінде Құрбанбайға хор жанры бойынша да, басқа музыкалы драма бойынша да, үлкен көлемдегі шығармалар бойынша да қалем тербетіп келген үлкен композиторлар, ұлы композиторлардың бірі деп есептесек болады. Құрбанбайға бүгінгі күнге шейін 4 опера, 3 балет һәм 7 музыкалы драма жазған. Онан қала берді көплеп Қарақалпақ халық-намаларын симфониялық оркестрге масластырған. Құрбанбай ағаның үлкен шығармаларындағы өзгешеліктері опера жаратуда, олардың образларынан, олардың драматургиялық әрекетлерінен уақияларды суретлеп беруде жақыннан жан тасып, олардың образларын музыкаменен тыңдаушыға жеткеріп беруді сол шеберлік дәрежесіне жеткен композитор. Оның шығармаларында әрбір операсын, ямаса әрбір балетін алып қарайтын болсақ та, ол образларды дөретуде Қарақалпақ милли музыкаларына таянған халда оларды профессионал дәрежеде рауажландыруға әрекет қылған һәм бұл нәрселердің нәтижесіне еріскен композиторлардың бірі.
Қарақалпақ музыка мәдениетінің педайысы Құрбанбай Заритдинов 100-ден зият романс қосқылар жаратты. Ол Қарақалпақ музыка өнерінде бірінші мәртебе моно-опера жанрында Аралым менің моно-операсын сахнаға алып шықты. Оның тақырарланбас дөретушілік минетлері хақында халқымыздың ұлы дарғалары, оның заманласлары, шәкіртлері бақалы пікірлерін білдірді. Неге ұлы композиторларымыз дүниядан өтіп кеткен, мәселен Әлімжан Қалиев деген ұстазымыз бар еді, солардан сабақ алдық. Кейін композиторларымыздан айтсақ, профессионал композиторларымыздан Нажимадин Мұхаммадинов, Мархабай Жемратов, Қайып Демесенов, әнде көптеген композиторларымыз қатарында Құрбанбай ұстазымыз Заритдинов те ұлы композитор болып жетілісті. Ұстазымыз талантының арқасында халқымызға көптеген жанрдағы, музыка жанрындағы шығармаларын халқымызға інәм етіп атырыпты. Бұлардан кішкене қосықтан басыласақ, жоғарысы ең опера. Опера бұл үлкен жанрды қамтиды да, опера жанрында, балет жанрында да қалам тербетіп халқымыздың назарына түсіп кетіріпті. Табиғат берген таланттың арқасында елі де халқымызға бір ажайып намаларды інәм етеді деген үмітпенен ниет етіп қаламан. Өзінің 60 жылдық минет жолында бұндай жоғары хүрмет ізетке, мәртебеге ерісу өз-өзінен болмады. Ең бірінші кезекте илахида талант, минет һәм ізденушеңлік, ең басылысы педайлық арқасында Құрбанбай Заритдинов бақытқа мияссар инсан болды. Ол композитор, дирижер, хормейстерлік білімі менен өз мектебін жаратып, тәжірибелі педагог қатарында жастарға тәлім тәрбие беріп келмекте. Іләж Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көркем өнер қайраткері Құрбанбай Заритдиновтың дөретушілік минетлерінен түзілген концерт бағдарламасы менен давам етті.